Короче, жақсы бір наводка келді. Но дәл осы наводкаға бізден де басқа адамдардың көзі түсіп отыр. Молодой, ертерек әрекет жасауымыз керек. А то кешігеміз. Ол рисковать етуге стоит па? Конечно, стоит. Рисковать етсең өкінбейсің. Сапасы өте мықты. Гарантиясы? Гарантиясы 15 жыл. Оған неге бәрі қызығып отыр? Біріншіден, бағасы халыққа қолайлы. Екіншіден, жазда үйің салқын, қыста жылы болады. Еще үйіңе сән береді. Қай жерде? Кедейлі байсын 49. Қалай да болмасын, ол жерге бірінші біз баруымыз керек. Кеттік онда, не қылып отырмыз? Кеттік. Ебайт анау айдақ емес па? Бля, Гоша, кешіктік. Үйіңіз 15 жыл гарантиясымен, қыста жылы, жазда салқын болғанын қаласаңыз, онда Декор Қазақстанға хабарласыңыз. Баран, көзіңе қарасаш? Үйоңмай қарындас айып етпеңші, байқамай қал. Алдыңа қарасам байқайсың, Мамбет. Кешірім сұрадым ғой, ренжімеңші. Қатты қорықпасаңыз үйіңізге дейін шығарып салайын. Сен сияқты апасыңларын алыс жүру керек. Проваливай. Байқамай қалдық қой. Насташ. Не вот настроение жоқ. Қақ кетейін деп қалды жолда. Новый район уже, новые приключения десе, Иә. айтпақшы мен зарядканы сенде. Ей, өзім берім. Мә. Не болды ішінде алтын бар құсап. Ая, саған айтып отырмын. О, чё там, братан? Бандам болайын деп жатсың ба? Бандамың шығарам кез, қатты әзілдеп қоясың ба не? Жоқ, братан, просто ойнап жатқан ғой. Тренировка істеп тұрмасақ қоймайды, терезеге шығамай қаламыз зато. Не қылдың, хабар білдің ба? Иә, братан, білдім. Бар, Гошаны оятшы, сосын айтасың. Жомарт. Тұр. Чо там, сен кімсің? Мен ғой кешегі Диана. Диана? Иә. О, привет. Әдем екенсің. Рахмет. Таныспадық па, есімім Жомарт болады. Диана болады. Қуаныштымын. Иә, есіме түсті. Мен қайдамын өз? Мен үйімде. Не? Уайымдама. Мен жалғыз тұрамын. Үйде ешкім жоқ. Все бәрі түсінікті. Кешегі Атмороз кім білесің ма? Қыпшақ деген біреу. Сол жақтың бандасы ғой. Не нормальный ма, өзі сондай. Жақындамай қойшы оған. Жоқ, қандай жақындама. Кім ол соншалықты? Ответкісін беру керек, дұрыс емес тірліктің. Мен де жетім емеспін. Жарайды. Өзің көресің ғой. Мен кеттім жұмысқа. Егер қарның ашып жатса, холодильникте тамақ бар. Алып жейсің ғой. Бір жаққа кетіп бара жатсаң, почтовый ящикке кілде тастап кет. Мен кеттім. Пока. Ой, алтын бокста болдым мане. Қалай Шерлок? Жақсы өзің ойсың? Жақсы аман есен.
Базар жоқ, ана кеше отмороз зор орнына қойдың. Дұрыс қой енді, ол жұмысым ғой, Мора. Жалпы білесің ғой, біз одан да бөлек екі күдіктіні ұстай алмай жүрміз. Білем. Ұсталады. Біздің жұмыс қатты беріле бермесе. Қатты берілу керек болып тұр ғой, Мора. Қазір дәулет кесін. Мынау кеше безон жүрген машина анықтаған шығар, соны білейік. Молодой, кеше ана түрін ұмытпаймын. Фотосын шығардың ба? Иә, шығардым. Міне. Бірақ түрі анық емес. Фоторобот жасауға да келмейді. Кән? Бізде үлгермей қалғанша жер бар? Так, карта бойынша есептедім, шамамен 30-40 шақты зданияның несі бар, камераларын көріп шығу керек. Одан кейін подъездерді. Көзіңе Құдай қуат берсін. В общем, кешегі рас екен, братан. Төлеген Максты өлтіріп қойыпты. Содан кейін менттерге әкетіп қалған дейді. Қамап тастаған ғой. Кешегі оғындағысын деген планың осы ма еді сонда? Осы ғой. Бұл дұрыс болған екен. Айтпақшы Жеге, тағы бір жақсы наводка шығып тұр. Мынауың жақсы жаңалық қой. Короче, сотка, аксессуар, сондай бір нәрселер сататын магазин, естуім бойынша ақшаны да кассада қалады екен. Болды ғонда, тазалап кетейік та, шаңын сүртіп дегендей. Соған кірісу керек. Қана, сен барасың адреске. Жаңа магазин сыртынан аңды, но ішке қарай вообще кірмей-ақ қой. Сыртта қанша камера бар, чопа-чом, қалай бұлай, соны тексер. Коша екеуміз үйде отырып жақсылап план дайындап қоямыз. Түсінікті ғой, Ше болды. Қалай қылсақ болады? Айып етпеңіздер, Қаяқта жүрсің? Жаңа таң азанмен бір қыз қақып кетейін дедім, бірақ тоқтап үлгердім әлде де, ана қызды жылдам екен, қашып үлгерді. Сөйтіп ана шашылған заттар жинап көз атып жұп болып кетеміз деп ойладың ба? Жоқ ой, ана емен ақшаны қайдан табамын деп уайымдап кеткенсің ғой. Дәрет, кешегі без номер машина не болды? Соны таппадым мен. Үйтіп оны камераға түрі түспеген, еще камера жоқ жерге кіріп кеткен ғой машинасымен. Сөйтіп басқа нөмір тауып, басқа жақтан шығып кеткен. Ақыл. Сонда болар. Онда сол маркадағы, сол цветтегі машиналардың артына түсейік те. Айдеге қалада 1000 сан машина бар ғой. Үйтіп 14 ай дейтін абу бандиттер толы, қайсы бірін аңдайсың ғой? Бізде басқа вариант жоқ, токш. Онда Молодой сен айналшы осымен. Молодойдың істейтін жұмысы бар, көтеретін камералары бар. Қанша қалды көрінмеген? Так, 22 кафе, 7 магазин, 5 стоянки и домдар мен подъездер бар. Или ауысасыңдар ма? Жоқ, рахмет. Ерекесін берсін, ұра бер давай өзің. Мора, сыртқа шығып келейік та, бір әңгіме болып тұр. Коша, короче, былай қылайық. Сен камераларды өшіресің, сол жерде бақылап тұрасың. Кана шетісте тұрады. Ішке мен бір өзім кіріп шыға салам. Бір өзің өгегесің ба? Камера өшкен соң 25 минутта тексергендегі жетіп келеді. Білем, Коша, жетіп келеді. По идее, 25 минутта есікті, сейфті бұзып, ішті тазалап кету бір адамға қиын негіз. Басқа вариант жоқ. Ол магазинді обязательно тонауымыз керек. Айдар кешегі деламен біттім болдым деп отырған кезде, ана жақтан новый дело ашып миын ашту керек ол. Айдарды қоя тұрсын. Өзіміз іштен ең шыққан кезде бір апта болмай, қайттан кіріп кетпейік ішке. Кәні өткенде түрме болса, түрме ойбай деп отқан. Түспейсің уайымдамаш? Осындайда жоғаман болғанда хотя бы шитсті тұратын. Ұстап береді ол, басқа не? Пайдасы жоқ. Жүрсей. Мора, қалай ойлайсың? Осы тірліктердің барлығын соңында аламан тұрған жоқ па? Білмеймін. Аламан менен көрі сен жақсы санайсың, сен қалай ойлайсың?
Бля, сол сияқты. Өйткені оған уже ақша дүние керек емес қой. Оған адреналин керек. Ол бір жерді барып ұрлап, тонап кеткеннен кайфовать етпейді. Ол бізге ұсталмай қашып жүргеннен кайфовать етеді. Ал ақша ол үшін екінші вариант. Психолог болып кеткен десей? Жоқ, просто ішкі түйсігім сезеді. Осының бәрі аламан постановасы сияқты. Бізге аккуратно жұмыс істеу керек ойланып. Айдар, түсінемін. Сен жұмысқа келе сап, қара басып салып кетті там, е? Қиын болып отыр, не отыр, бірақ миытта бір сәт демалсай. Не істейін? Йогаға барайын ба? Депиляция істеп. Мен саған серьезно айттым. Жүдә болмаса үйленші. Үйленсең бар ғой, ертең тойыңа барамыз, отбасылы боласың. Шаршағандарың басылып, бірақ проблемаң көбейеді. Сен салтанатқа үйленгенің рас па? Иә, рас. Сен дәулетті сұрайып, что-то қиналып айтты ғой. Оған. Че, не тойыңа шақырмайсың? Көттік. Тойда не қапталдың өзіңізсің, жоқ болып кеткен. Ой, рахмет бұндай шымкенттерге, мен бұндай продажный неде системада жүре алмайды екенмін, істей алмайды екенмін деп 2-3 айға жоқ болып кеткен. Негізі сен емес, мен ренжуім керек, білесің ба? Бопты, мен атынан саған ужин заказек. Бірақ айлық түскен кезде. Мұның таза шымкентский болыпты ғой. Сыртта тұрған 14 автокөлік сіздік ма? Тыныштық па, не болды? Тыныштық болғанда сенбі күні қайда болдыңыз? Сенбі күні Алматыда болғам. Бүгін таңда келдім жұмыстан. Растайтын кім бар үйде? Растайтын үйде анам бар. Кіріп сұрап көріңіз. Сұрап көрейікші. Мади деген сен ба? Иә, мен. Анау 14 сенікі ма? Иә, менікі не болып қалды? 3-1-2 сұрақтар бар. Мурат, қараш, үйге түседі, бірақ камераға анық түспей қалады. Үйге түседі, ұсталып қалады. По идее, екеуінде де наводка бар. Бірақ мен басым жетпей тұр. Неге? Мынаған үйде адам бар кезде наводка берілген. А может, өлтірілуі керек болған шығар? Значит, бывший сотрудниктің көзін құрту керек болған. Тоқта, енді менде сұрақ. Бұл бізге ұсталып қалған жағдайда, а өздерін ұстап береді, неге ойламаған? Айтмын, что-то мутный. Бұл жерде башкатый біреу рисковать етіп отыр. Значит, білген, мына төлеген үйіне түскен жағдайда төлеген бұның ат тастайтынына сенген. Так. Айдеке, Мәке, қылмыскер табылды. Тура сіз айтқандай болды. Қыз болып шықты. Айттым ана шийтіста тұрған біреу ғой. Айғақ жинадың ба? Иә, жинадым. Қылмыс болған жерден 4 километр арда домның камерасына түсіп қалған екен. Анық па түрі? Иә, анық түскен. О, 14 көрсем қуанам деп ойламаппын. Егесі қайда екен енді? Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Қалалық тергеу бөлімінің қызметкері Дәулет Ермекбаев. Так, мына көлік сіздікі ма? Жоқ, менікі емес. Машина папам атында, мен айдап жүрмін просто. Сіздің есіміңіз кім болады? Тоқтар. Маратов Тоқтар. Маратов Тоқтар. Жеке куәлігіңіз бар ма? Жеке куәлік жоқ еді менде. Үйде қалып кетті. Телефонда бәрі. Телефонда үйде. Түсінікті. Болды, жақсы. Тағы бір сұрақ. Так, осы сенбіде сіз қайда болдыңыз? Осы сенбі ма? Мен балдармен футбол көрдік. Мен ауырып қайтып кеттім сосын. Қайтып кеттім. Так, қосылып тұрған номеріңіз қалдырып кете аласыз болмаған? 7-8-771 585 56-45. Жарайды бауырым, рахмет. Негізі жай шама бұл? Жай мына жерде кеше түнде бір кража болған екен, сол бойынша допрос жүріп жүрмін ғой. Жақсы, рахмет. Болды, жақсы. Короче, молодой сен мына розысқа беруіме айналышы тез. Соған кірсе. Бұл розысқа әлі үркітім алмаймыз ба? Басқа вариант бар ма бізде дұрыс? Бля, зря сияқты сол розысқа.
Короче, жігіттер чистан ашық бойынша бір күдік табылған сияқты. Жолда кетіп бара жатып бір жігіт тексерген, что-то түрі мутный ше. Бірақ данныйын, телефон номер бәрін алам, адрес. Өзің бөлімшеге алып келмедіңіз ба? Соны қазір ойлап тұрмын ғой, бірге алып келе салу керек деп ше. Хәтта үшіне жас бала емессіңдер ғой. Істеп атқан қанша жыл болды сен мысалға? Мұрық уайымдамашы, тұр ғой мен данный, бүкілін тауып аламыз, мен қарсы. Екінші күдіктің түрі анықталды. Кім? Тоқташ, что-то ананың түрі таныс ғой, қай жерде көрдім lan? Баран, көзіңе қарасайшы. Еба, анау мойында татуировкасы бар қыз банау? Біля, таңертең қақып кетейін деп қойған қыз осы ғой. Қай подъезге кірген білем мен lan? Онда Айдар екеуің осыған кірсіңдерші тез-тез. Мен мынаның суретін шығарайын да, ана фейс контрольға апарып, сонымен сәйкестігін көрейін. Молодойды ертіп алыңдар қастарың, хорошо? Братан, мен көтіме түсті. Не айтып жатсың? Ентігіңді басып дұрыстап түсіндіріп айтшы. Братан, жаңа сен жіберген адреске барып аңдып қайтып бара жатсам, бір мент келіп допрос алды. Не дейді ол? Машинаны сұрады, свотогын не істедің деді. Свотогын Макс екеуміз төкең үйіне түстік қой. Братан, мент ана менің түрімді көрді, машинаны көрді, менің түрім жатты болды, братан. Машинаны не қылдың? Машинаны алыс районға апарып тастадым, өзім бері қарай автобуспен келдім. Бля, кірісіпті ғой, ә? Братан, мен не істейін? Ауылға қашайын ба? Или басқа қалаға кетейін ба? Қоя тұршы, дабырағымай. Міне ұстап алайын деп тұрған жоқ қой. Істің мән жайын анықтайық. Онда, братан, бүгін магазинге түспейтін жармыз онда? Түсеміз. Бүгін түспесек те, осы бір-екі күнде түсеміз. Қанша жерде бар екен камера? Братан? Ой, айтшы болшы. Бір минуттен сонша қорыққаныңыз? Жүрегім ұшып кетті ғой, братан. Қанша камера бар екен? 7-8 камера бар. Осы подъезд ба? Иә. Қоя қаласың, Дәулет. Молодой шақыр, екеуміз ішке кіреміз. Молодой сыртта, подъездің сырттан күтсін. Болды, хорошо. Ая, қайдасың? Ұштам. Тез шықшы бол. Ойнамашы, Мара. Молодой шақырып қойдым, қазір келе жатыр жолда. Что там, не істейміз? Істегенде күтеміз. Ішке кіргенде резон жоқ қой. Білмейміз ғой. Іште точно бар ма, жоқ па? Бар болса қай жерге жайғасты? Нақты ақпарат жоқ қой бізде. Осы жерде сұрастырамыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Осы жерде тұрасың ба, брат? Иә, осы жерде тұрамын. Есімім Айдар болады, қалалық тергеу бөлімінен. Бір-екі нәрсе сұрасам болады ма? Иә, тыныштық па? Тыныштық. Бір фото көрсетеміз, көрсетші. Бұл азаматша бізде кража бойынша күдікті деп танылып отыр. Осы районда жүр деген естідік. Осы жерден көрген болсаңыз, білген болсаңыз бізге ақпарат керек. Мен бұларды көргем. Бұларды? Иә, бұның қасында бір жігіт бар. Бойы қысқалау, сақалы бар. Точно осы ма, қайттан көрсетші? Иә, қателесіп тұрған жоқпын ешқандай. Ал Мұра. Айдар анықталды. Байдакулова Айжан 2000 жылғы Алматы қаласының тумасы Дидонский. Алдын үш-төртісі күдікті болған, бірақ үстінен іс қозғалмаған. Барлығынан құтылып кетіп отырған. Уайымдама, осы жол құтылмайды. Сосын тағы да бір информация бар. Қандай? Короче, біз оның телефон номері арқылы ең көп байланысқан номерін адамы таптық. Все понял. Иә. Квартира? Квартира 139. 139. Түсінікті.
Да, былай қылайық Дәулет. Молодой келсе қазір сырттан күтсін. Сырттан күдікті біреуді байқаса бірден бізге хабарлассын. Ал сен бізді ішке кіргізіп жібер. Негізі маған ешқандай зиян жоқ болу? Зиян жоқ, зиян жоқ. Жүріңіздер. Парижге менсіз бара бер. Міне осы подъезд жігіттер. Лестница анау ғой, Иә, лестницаға осы жақпен көтерілесіздер. Дәулет, сен лифтпен көтеріл, мен лестницамен кеттім. Родной, саған рахмет. Жақсы. Айдар! Мен сен кетіп қалдым ау деп ойласам. Кететін едім ше. Просто сенен бір нәрсе сұрап алмасам, кейін сені таппай қалатын сияқтымын. Не сұрайын деп едің? Негізі телефоныңнан сұрай салатын нәрсе ше. Кеше номеріңді алу ойда да болмапты. Сол үшін үйде күтуші дедім. Түсінікті. Я? Не сұрайсың? Короче, былай. Маған Қыпшақ туралы информация керек. Ұмытсайшы болды оған. Жоғы қаяқтан ұмытқан. Мен оның ответкісін беремін по-любому. Сен... Привет. Бір күнде 2 рет мазалағанма, кешірім сұрайық. Кімсіңдер вообще? Проваливайте үйімнен. Аяжан, тыныштық сақтаймыз. Сіз кража бойынша күдікті деп есептелінесіз. Бізбен бірге бөлімшеге орыз. Түсінбедім. Қасыңыздағы серігіңіз қайда? Жоқ ешкім. Әңгімені көбейтпейік, қалған әңгімені бөлімшеде айтамыз. Жай сөзбен киім ауыстырыңыз. Давай, ая. Брат!